Өте дәмі тіл үйретін қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже дайындаймыз. Наурыз көже дайындауға бізге ақ жүгері қажет, сары жүгері және де бидай, қайнатылған ет және қазы, мен оны турап алғанмын, тары, құрт және де айран. Жүгерілерді және бидайды алдын ала суға бұқтырып аламыз. Ең алдымен қазанымызға жылқының сүрленген етін және қазысын салып, үстінен салқын судан құямыз. Осы етімізді қайнататын боламыз. Біздің етіміз қайнады, бетіндегі көпіршіктерін алып тастаймыз, және де тұзы аз болса, тұздан аздап себеміз. Оттың астын жай қойып, қазанымыздың крышкасын жауып, шамамен 2-2,5 сағат етіміз толығымен піскенше қайнатып пісіріп алатын боламыз. Міне қараңыздар, біздің қазымыз және етіміз толығымен пісті. Арасында су тартылатын болса, аздап судан құйып тұрсаңыздар болады. Піскен етімізді осылай сүзіп аламыз. Енді сорпамызға алдын ала бұқтырылған ақ жүгерімізді саламыз. Бұқтырылған бидайымызды саламыз. Алдын ала бұқтырылған сары жүгерімізді саламыз. Және де соңынан жақсылап жуылған тарымызды саламыз. Осы массамызды жақсылап қайнататын боламыз. Мен барлық жүгеріні және де бидайды алдын ала бұқтырып, яғни қайнатып пісуге дейін жеткізіп алғанмын. Сол себепті 7 минут қайнатқанымыз жеткілікті. Осылай пісті. Ендеше кішкене сорпасынан құрттың үстіне құятын боламыз және құртымызды езіп аламыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін бөлек ыдысқа көжемізді құйып аламыз және де еттен қосамыз. Сонан соң айранымыздан және де езілген құртымыздан қосып барлығын араластырамыз. Дәмі өте керемет, дәруменге бай наурыз көжеміз дайын болды. Наурыз құтты болсын.